Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге видеода өте оңай жасалатын, тек қана картоп пен жұмыртқаны қажет ететін жеңіл әрі дәмді тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл тағамды жасау үшін алдымен картопты осылай терканың майда тісіне өткізіп алуымыз керек. Бізде картоп шикі болмай пісу үшін барынша жіңішке әрі кішкентай қылып өткізетін тісі жақсы. Дәл осылай барлығын шамамен осындай көлемде етіп, видеода көрсетілгендей етіп, теркадан өткізіп аламыз. Енді келесі ыдысқа бір жұмыртқаны жарып, оның үстіне қызыл бұрыш, қара бұрыш және тұз саламыз. Яғни өздеріңіз көз мөлшерімен дәміне қарай салып, араластырып аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген приправаны сала аласыздар. Жақсылап осылай араластырып аламыз. Енді үстіне тағы бір жұмыртқаны жарып, тағы да араластырамыз. Негізі 2 жұмыртқаны бірден салып істесеңіздер де болады. Осылай араластырып алғаннан кейін, біздің сұйық жұмыртқалы смесімізді картоптың үстіне салып, тағы да бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай қиындығы да жоқ. Енді біз осыны пісіретін боламыз сковородкаға, яғни біздің тапамызды орташа отқа қойып, сұйық майды саламыз ішіне, одан кейін барып осылай пісіріп аламыз. Дөңгелек етіп салып, шамамен бір ас қасықтай салып отырып пісіреміз. Бір бетін шамамен 2 минуттай ұстағаннан кейін келесі бетіне аударып, келесі бетін пісіріп аламыз. Егер май таусылып қалса, ішіндегі тағы да май құйып отырып, қалғандарын да пісіріп аламыз. Келесі бетіне де шамамен 2 минуттай кетеді. Осылай піскеннен кейін бөлек ыдысқа алып аламыз. Барлығын дәл осылай барлығын қайталап пісіріп шығамыз. Өте жеңіл әрі дәмді шығады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша майонез немесе сметанамен жесеңіздер болады. Осылай әдемі етіп, әдемі ыдысқа салып ұсынсаңыздар болады. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге ас болсын.